Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапиян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Достар, бізде Рамазанға байланысты сұрақ-жауап айлары және менің каналымның қонағы осы Алматыдағы Талгүл мешітінің ұстазы Сәуле Бақытжанқызы. Каналыма қош келдіңіз. Сізден бүгінгі сұрайтын сұрағымыз: сағыз шайнау оразаны бұза ма? Бисмилля. Жалпы ораза ұстаушы кісіге сағыз шайнауы оразасын бұзады. Өйткені сағыз ол тәтті зат және не оның тәттісі мына біздің сілекейімізбен араласып, сол тәтті сұйықтық бізге ішімізге түсетіндіктен, асқазанымызға түсетіндіктен оразамызды бұзады. Негізінде сағыздың несін әдейілеп сол шайнап, тәттілігін жұтқан жағдайда, бұл жағдайда біз кафара ұстауымызға тура келіп қалады. Әдейілеп бұзған сияқты болып қаламыз. Иә, әдейілеп бұзған сияқты боламыз. Яғни біліп тұрып су ішкендей болған секілді, оны тек қазасы емес, кафара өтеуі мүмкін. Сондықтан бұндай кезде сағыз шайнамаған дұрыс. Түсінікті, рахмет көп. Ал егер ауыздан жағымсыз иіс шығып жатса деген секілді, ондай жағдайда не істеуге болады? Егер негізінде жалпы ораза кезінде ондай иіс шығу қалыпты жағдай. Өйткені бізде ағзамызда тазару процесі жүріп жатыр асқазанда. Өйткені ол ораза негізінде емнің атасы. Сондықтан ондайдан ешқандай не алудың қажет жоқ. Ұялудың, өйткені пайғамбарымыздың кезінде жаңағыдай ораза кезінде де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мисуак қолданған дейді. Мысалы сахаба Амир ибн Рабих деген кісі айтады: мен пайғамбарымыз ораза күйінде тісін мисуакпен тазалағанын қанша рет көргенімді есептеп бере алмаймын дейді. Яғни сіз егер сондай мәселе, сондай неге тап болған кезде мисуак қолданыңыз. Сағыз шайнап немесе басқа әрекеттер жасаудың қажеті жоқ. Немесе тіс пастасын қолданып, ондай емес, мисуакқа жүгінсеңіз болады. Өйткені мисуак ол оразамызға несі жоқ. Және Алла тағала да айтады дейді ғой, ораза ұстаушының аузынан шыққан иіс мен үшін мисікпен тең деп. Ораза ұстаушының аузынан шыққан иіс ол не жұпар иісінен де маған қатты ұнайды деп хадистер келеді. Жақсы, керісінше адам сол иіс арқылы сауап алуды немесе Алла тағалаға ұнауды бір мақсат еткені де дұрыс. Көкелеріңіздегі сұраққа жауап алдыңыздар деген ойдамыз. Егер тағы да бір сұрақтар туындап жатса, осы видеоның астында жазыңыздар комментарийде. Каналыма жазылып қойыңыздар, мына төменде көрсетілген инстаграмымызға да жазылып қойыңыздар. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар.